Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін анам екеуміз қызықты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін бірінші сұрағымыз, бірінші қалыңыз қалай? Рахмет, қалың жақсы. Біз қазір қай жердеміз? Біз орталық ботаникалық саябақтамыз. Иә. Сіздің сүйікті мезгіліңіз қандай? Менің сүйікті мезгілім күз мезгілі. Неліктен? Өйткені күздің ауа райы, жайлылығы, қоңыр жайлылығы маған ұнайды. Ол кезде барлық жемістер пісіп жетіліп, ағаштар, барлық өсімдіктер бәрі толысып болып, жемістерін беріп, сондай бір жайлы мезгіл басталады. Сол үшін күзді ұнатамын. Және де сіздің ең сүйікті 4-ші қызыңыздың туған күні болғандықтан емес пе? Мүмкін о да бар. Негізі маған жаз ұнайды, себебі жазда адам өзін еркін сезінеді, қайда барсаң да бір еркін жүресің, тоңып қаламын, жолдағы мысалы сапар шегетін болсаң, саяхаттайтын болсаң, бір жерде жолда қалып қоям ба деген уайым болмайды. Еркінсің. Енді әрине ыстығы да бар, бірақ оған шыдауға болады деп ойлаймын. Ал күз мезгілінде мысалы қазір жаз біткеннен кейін күз келген кезде сіздің көңіл күйіңіз түсе бастамайды ма? Жаз бітті, енді біраз уақыт күту керек деген сияқты. Жоқ, негізі мен жылдың 4 мезгілінде ұнатамын. Соның ішінде әсіресе күзді ұнатамын. Өйткені ол менің ешқандай да көңіл күйімді түсірмейді. Жыл мезгілдер ауысуы бұл өзі табиғаттың қалыпты жағдайы, оны сол қалпында қабылдай білу керек. Келесі сұрақ. Сіз таулы жақта тұрар ма едіңіз, әлде теңіз жақта тұрар ма едіңіз? Әрине мен тауды қалай таңдайтын едім. Таулы жерді ұнатамын. Неге? Өйткені оның жердің табиғаты ерекше болады. Ол мысалы тауға шығуға болады, оны таудың өзінің де бір ерекшеліктері бар. Сосын екіншіден ол таудың маңайында міндетті түрде су болады. Теңіз емес, бірақ енді жаңағыдай сулар, өзен, көл, бұлақтар бәрі сол тауда болады. Сондықтан Алматы қаласында тұрып жатырсыз ба? Иә, Ақтау емес. Алматының тауы, маңайындағы суы, көлдері бәрі маған өте ұнайды. Иә, негізі Алматы қаласының маңайында, яғни Алматы облысында бірнеше көл бар, тау бар, каньон бар. Яғни Алматы менің ойымша ең жақсы тұратын қала деп ойлаймын. Ал мен анама қосыламын. Таулы жер негізі жақсы ғой, себебі салқынырақ болады. Шынымды айтсам, өзім теңіздің жанында тұрып көрмеппін. Мүмкін 1 жыл, тіпті жарты жыл тұрып көру мен үшін қызық болар еді. Сіз кофе ішетін адамсыз ба, әлде шай ішетін адамсыз ба? Мен шай ішемін. Кофені анда-санда зәуіммен ғана ішемін. Зәуім? Ол не деген сөз? Енді ерекше жағдайда деген сөз. Балаларыма. Ерекше жағдайда ма? Мен шай да ішпеймін, және кофе де ішпеймін. Негізі бізде қазақта, мысалы, қонаққа баратын болсаң, міндетті түрде шай береді. Яғни ол тек қана шай бермей, шайдың жанына тамақтар, тіпті ыстық тамақтар жасап береді. Және де қонаққа барған кезде мен тек қана су ішетін едім деп майысып отырмаймын. Егер чай беретін болса, шай ішемін. Ал кофе ұсынса, мүмкін шай бар ма, су бар ма деп басқасын сұрауым мүмкін. Менің қолымның талып кеткеніне байланысты мен телефонды мына жаққа ауыстырдым. Енді ары қарай сұрағымызды жалғастырамыз. Сіз таңертең ерте тұрып алатын адамсыз ба, әлде түнімен жүріп, түнде жұмыс жасағанды ұнататын адамсыз ба? Менің түнімен жүру, түнде жұмыс істеу деген ешқашан әдетімде болған емес. Мен олай істей де алмаймын. Мен қалай сағат кешкі 10 болады, сол кезде жатамын да, таңертең 6-да, 7, егер кейбір уақыттарда тіпті 5-те болса да тұрып алам. Өйткені ерте тұрып, шаруаны ерте істегенді жақсы көрем. Сол кезде ғана менің ісім өнімді болады.
қараңғыда түнде мен ешқашан шаруа істей алмаймын. Иә, мен анама тартқанмын. Негізі әкем де сондай кісі болатын. Біз өзі отбасында кешкі 8-де қараңғы түскен кезде ұйықтап қалып, таңертең ерте тұратын әдет қалыптастырғанбыз. Сол әдет әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Негізі ол жақсы, себебі қоғам, әлем жалпы таңертең ерте тұрып жұмысын жасайтын адамдарды ұнатады. Ал келесі, сіз кітап оқыр ма едіңіз, әлде кино көресіз бе? Мысалы, қайсысы сізге жақын, қайсысын көбірек ұнатасыз? Мен негізі екеуін де ұнатам, бірақ жақсы, қызықты кітап болса, мен бірінші кітапты оқитын едім. Өйткені ол кітап деген ол өзі бір жеке бір әлем, оны еш нәрсемен алмастыра алмайсың. Кітаптың мүмкіндігі деген көп. Мысалы, фильмдерде бір кітаптың әңгіменің желісі бойынша кино түсірсе, оны барлық ол кітапта көрсетілген нәрселердің бәрін ол бере алмауы да мүмкін. Кітап деген ол еш нәрсемен алмастыруға болмайтын білім көзі. Иә. Бірақ қазір мысалы фантастикалық кинолар бар ғой, фильмдер бар. Мысалы, мен үшін Гарри Поттердің киносы ұнайды, себебі ол жерде әртүрлі спецэффектілер қолданылған, және де ол жердегі актерлардың да түрлері әдемі, мүмкін мен елестеткеннен де әдемі. Және де енді ол мен ағылшын тілінде оқып жатқандықтан біраз тілі қиындау маған. Сіз әдетте құлаққапты пайдаланасыз ба, әлде колонканы пайдаланасыз ба? Мен құлаққапты пайдаланғанды жөн көремін, өйткені ол маған өте ыңғайлы. Мен фильм көрсем де, әуен тыңдасам да, немесе басқа тілдердегі подкасттарды тыңдасам да, құлаққаппен тыңдағанда ол маған ыңғайлы, өзгелер оны естімейді, ешкімге бөгет жасамайды. Сондай-ақ мен өз шаруамды істеп, құлаққаппенен тыңдап жүре беремін. Ал мен негізі құлаққапқа қарағанда колонканы көбірек пайдаланамын. Себебі мен осы ағылшын тілін үйреніп жүрмін, түрік тілінде үйреніп жүрмін, және сол тілдердің тыңдалымын дамыту мақсатында мен мысалы басқа шаруа істеп жатқан кезде колонкамен әртүрлі подкасттарды, аудиоларды тыңдаймын, және де менің бір сүйікті колонкам бар, оның сапасы өте жақсы. Қазір сіздерге көрсете кетейін. Менде осындай Фейнин компаниясынан шағын, ыңғайлы, және де ең бастысы дыбысының сапасы жоғары колонка бар. Оның тағы да бір жақсы жағы, оның су өткізбейтіндігінде, яғни сіз судың жағасына барып пайдалансаңыз да ешқандай уайымдамай тыңдай бересіз. Оның дыбысы астынан және үстінен шығады. Осындай ілгіші бар, және де домалап кетпес үшін астын осындай ғып жасап қойған. Мына жерінен қуаттайсыз, және де өзіңізбен телефонды үнемі алып жүрудің қажет жоқ, себебі флешканы осы жерге салып қойып тыңдасаңыз болады. Ал енді дыбысын тексерейік. Осындай сапалы және де бағасы да тиімді колонканы сіз AliExpress және Озон платформаларында ала аласыз, сілтеме астында болады. Тіл үйрену кезінде аудионы тыңдау өте маңызды. Мен мысалы бос уақытымда үнемі ағылшынша, түрікше подкасттарды, сериалдарды қосып қойып, өзімнің шаруаммен де айналысып жүре беремін. Және де осы колонканы да пайдаланамын. Егер сіз өзіңіздің қазақ тілі тыңдалымыңызды дамытқыңыз келсе, онда менің подкастымды тыңдасаңыз болады. Сіз оны менің қосымшам, Қазақ Language атты қосымшамнан тыңдай аласыз. Сонымен қатар Apple Podcast және де оны сайттан да тыңдай аласыз. Менің қосымшам App Store'да және Play Market'тен де жүктеп алсаңыз болады. Барлық сілтемелер астында болады. Үйде тамақ істеп жегенді ұнатасыз ба, әлде сыртта тамақтанғанды ұнатасыз ба? Мен сыртта тамақтанғанды мүлде ұнатпаймын. Егер сондай жағдайы болып қалып жатса, тамақтануға тура келіп тұрса,
еріксіз тамақтанамын. Негізінен үйде тамақтанып, өзім қолымменен, көзіммен көріп, өзіме қанша қажет, қаншалықты дәмдеуіштер қосу керек деген сияқты үйден тамақ жасаған жақсы көремін. Бірақ өзім тамақ жасамаймын. Әрине, қазіргі кезде тамақты үйде мен жасаймын. Соған байланысты мамам дайын тамақ ішіп жүргеннен кейін солай айта бересіз ба? Жоқ, андай ерекше қонақ келетін күндері, не болмаса жаңағыдай бір даталы күндер болып жатса, сондай көп адам келетін кездерде тамақты өзім істеуге тырысамын. Жақсы. Ал мен тамақ істегенді негізі қатты ұнатпаймын. Бірақ егер жаңа бір рецепт болатын болса, оны істеп көру маған қызықты. Бірақ күнде тамақ істеу маған ұнамайды. Бірақ мен өзімді ашық қалдырмаймын. Ешқашан ыстық тамақ жемеген күнім болған емес. Міндетті түрде күніне бір рет ыстық тамақ жеуім керек. Қалада тұрған ұнай ма, әлде қаланың сыртында тұрған ұнай ма? Маған әрине қаланың сыртында тұрған ұнайды. Егер қаланың сыртында барлық жағдайменен үйің болса, тыныш жерде көлігің болса, қалаға қатынап тұратын, қаланың сыртында тұрған жақсы. Мынандай иіс келеді, иә? Табиғатпен, тыныштық, сосын мына қаланың кептелісінен, көп машинаның газынан, түтіннен, ауаша бір таза сондай жерде тұрған ұнатамын. Енді қаланың әрине сыртындағы ауылдар. Иә. Менің ойымша, мен екеуінде жоқ, бірінші қаланы таңдайтын едім. Себебі қаланың ішінде баратын жерлер көп, мысалы, түрлі қызықты жерлер бар, спорттың түрлері бар, және де, мысалы, тамақтанатын болсаңыз, бізде Алматыда неше түрлі тамаша мейрамханалар бар. Яғни барлық жағдай қалада жасалған. Және де егер мен қаланың өмірінен шаршайтын болсам, онда қаланың сыртына немесе ауылға айына бір 2 рет барып тұру мен үшін жеткілікті деп ойлаймын. Егер сізді кездесуге шақырса, сіз ерте барып алатын адамсыз ба, әлде сәл кешігетін адамсыз ба? Мен уәделі жерге кешіккен дегенде үнем ешқашан ұнатпаймын. Ерте болғанда да тіпті тымы ерте емес, бірақ келіскен уақыттан бір 10-15 минутқа ерте барғанды ұнатамын. Басқа адамдардан да соны талап етер едім. Иә, маған да негізі ерте емес, тура уақытында барған ұнайды. Мүмкін кейде 5-10 минутта ерте барып алатын шығармын, бірақ басқа адамның да кешіккенін ұнатпаймын. Себебі кешігу арқылы сен басқа адамның уақытын аласың. Дұрыс, ол деген басқаның уақытын бағаламау, өзіңнің де уақытыңды бағаламау деген болып саналады. Анам бүгінгі осындай саябаққа келіп, менің сұрақтарыма жауап беруге, видеоға түсуге келіскеніңізге көп рахмет. Саған да рахмет, сұрақтарың өте қызықты болды, маған өте ұнады, және мен ол сұрақтарға өте пайдалы әрі тиімді жауап бердім деп ойлаймын. Жақсы, рахмет сізге. Сіздерге де көрермендер көргендеріңізге көп рахмет, және де осындай форматтағы жалпы табиғи сөйлесу сіздерге ұнады деген үміттемін, және де бұл сіздің қазақ тілі деңгейіңізді ары қарай дамытатынына сенімдімін. Жақсы, менің видеоларымды көріп астына пікір жазып, қолдау білдіріп жүргендеріңізге көп рахмет. Жақсы, келесі сабақтарда, видеоларда көріскенше сау болыңыздар.